Сәлеметсіз бе білім алушы? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есім. Сын есім қандай, қай деген сұраққа жауап беріп, заттың сынын, сапасын, түрін, түсін, дәмін білдіреді. Сын есім тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі сын есім түбір тұлғасында келеді. Мысалы, сары, қара, таза, жеңіл. Байқадыңыз ба? Бұл сөздерге ешқандай жалғау, қосымша жалғанбаған. Демек, міне, бұл негізгі сын есім. Сын есімнің тұлғасына қарай бөлінгенде екінші түрі ол бізде туынды сын есім. Туынды сын есім түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ашық. Бұл жердегі түбір аш. Оған ық деген қосымша жалғану арқылы туынды сын есім болып тұр. Қандай деген сұраққа жауап беріп тұр, е? Өнерлі. Түбірі өнер. Не? Өнер зат есім. Оған лі деген қосымша жалғану арқылы қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Демек, бұл туынды сын есім. Ұялшақ. Түбірі ұял, етістік. Оған шақ деген жұрнақ жалғану арқылы ұялшақ. Қандай ұялшақ? Міне, сын есім туып тұр. Сын есім құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара сын есім түбірі біреу болатын негізгі немесе туынды сын есімдер дара сын есім деп аталады. Мысалы, ақ. Сын есім мен жоғарыда айтып өттім, тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді деген, е? Осы жерде ақ бұл негізгі сын есім. Тұлғасына қарай бөлінгенде негізгі сын есім болғанымен, құрамына қарай бөлінгенде дара сын есім. Қара да дәл солай. Тұлғасына қарай негізгі сын есім, құрамына қарай дара сын есім. Бойшаң. Түбірі бой. Не? Бой зат есім. Оған шаң деген қосымша жалғану арқылы қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Демек, бұл тұлғасына қарай туынды сын есім болғанымен, құрамына қарай дара сын есім. Ашық деген сөз. Түбірі аш етістік болғанымен, оған ық деген қосымша жалғану арқылы қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Демек, бұл дара сын есім. Неліктен дара сын есім? Өйткені бұл жоғарыда келтірілген мысалдардың барлығы бір ғана түбірден тұр. Сын есімнің құрамына қарай бөлінгенде екінші түрі бұл күрделі сын есім. Күрделі сын есім тіркесу немесе қосырлану арқылы жасалады. Мысалы, ағала, сап-сары, тым ұзақ, мая-мая, бидай өңді. Сын есім мағынасына қарай сапалық және де қатыстық болып екіге бөлінеді. Сапалық сын есім заттың сынын, сапасын түбір күйінде беріп тұрады. Яғни, түбір күйінде қандай деген сұраққа жауап беріп тұрады. Мысалы, семіз. Қандай? Семіз. Терең. Қандай? Терең. Міне, барлығы түбір күйінде тұр. Қызыл, қара торы, өте жақсы. Ал енді қатыстыққа назар аударайық. Қатыстық сын есім басқа сөз табынан тұрған түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы пайда болған сын есім. Мысалы, етсіз. Ет деген ол не? Зат есім ғой. Оған сіз деген қосымша жалғану арқылы қандай деп сұрақ қоямыз. Сонда міне бұл қатыстық сын есім. Өйткені түбірі басқа сөз табынан болып тұр. Өткір. Өт етістік болса, оған кір деген қосымша жалғану арқылы өткір. Қандай? Міне, қатыстық сын есім болып тұр. Өнерлі. Түбірі өнер. Лі деген қосымша жалғану арқылы бұл да қатыстық сын есім. Бойшаң. Түбірі бой зат есім. Оған шаң деген қосымша жалғану арқылы бұл қатыстық сын есімге айналып тұр. Міне, сын есімнің жалпы түрлері дәл осындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.